Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар арнасы. Бүгінгі видеода мен топ 5 әлемдегі ең қиын да қауіпті жолдарды айтатын боламын. Италияда Сtelvio Pass деген жол. Ол жол 24 километрге созылған, 48 бұрылыстан тұрады. Оның қар қауіптілігі осы бұрылыстарында екен. Бірден бұрылыс жасағанда көлік жолдан шығып жол апаттары тіркелген. 180 градуста бұрылыс жасайды. Жол тек маусым айларында ауа райы жақсы кезде ғана жол бұрыстап беріледі. Норвегиялық Атлантер қапсет жолы. Жол өте әдемі, әсіресе туристерге арналған. Себебі бұл жол дәл теңіздің үстіне 7 километр етіп салынған. Жолдың қауіптілігі сол, немесе дауыл кетсе, шайып кету, көліктерді апатқа ұшыратуы мүмкін. Қытайдағы Сычуань Тибет жолы. Қытайда негізінен қауіпті жолдар өте көп. Оның ішінде осы жолда 100 мың жүргіншіден 7500 адам жолдан ұшқан. Жолдың ұзындығы 2000 километрге созылады. Бұл жол әрі көлікті, әрі қиын жолдардың бірі болып саналады. Солтүстік Индиядағы Лехмана жол тауда өте биікте орналасқан. Бұл жол Индия мен Тибеттің арасын жалғайтын жол болғандықтан